Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен бүгінгі видеомда бар жасағаннан керемет болып шығатын пиццаны рецептімен бөлісетін боламын. Арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Және видеоға лайк баса кетіңіздер. Ең алдымен біз пиццаның қамырын дайындайтын боламыз. Бізге 350 грамм ұнға, ашытқы, шекер, тұзымызды араластырып аламыз. Описаниеге толық рецепті жазып кететін боламын. Және ортасын ашып, $175 грамм суымызды құйып, зәйтүн майымызды құйып, араластырып қамыр илейміз. Менде зәйтүн майы болмады, мен күнбағыс майын қостым. Міндетті түрде осы пицца рецептімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Мен күнбағыс майынан 20 грамм қостым. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді осыны 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Ашығаннан кейін ортасынан бөліп, теңдей бөліп, оны аздап себелеп жіберіп, домалақ қылып жаямыз. Жайып жатқан кезінде қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қылып жаямыз. Жайып болғаннан кейін осылай жиектерін қайырып шығамыз. Кері қарай ұнытып, осылай үстінен басып шығамыз. Осы қамырымыздың астынан пергаментный қағазымызды қойып, үстінен кетчуп майонезімізді жауып, сырымызды себелеп, қойып шығамыз. Осы уақытта біздің пешіміз қызып тұру қажет. Қызып тұрған пеште 250 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Қамыр өткені тез піседі. Үстінен колбасамызды қойып шығамыз. Енді біз екінші пиццамызды дайындайтын боламыз. Бұны да дәл солай жайып, кетчуп майонезімізді жағып, сырымызды себелеп, қызанағымызды орналастырып шығамыз. Бұны да қызып тұрған пеште 10 минутта пісіріп аламыз, 250 градустан. Біздің пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, подписация етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.